Сәлем достар, таңғы асқа өте жеңіл дайындалатын, жұмсақ үлпілдек болып шығатын панкейк дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажет заттар: қант, жұмыртқаның ағы мен сарысы, ұн, май, сүт және разрыхитель керек болады. Барлығын граммдарын описанияға жазып кетемін. Міндетті түрде қараңыздар. Алдымен жұмыртқаның ағын жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқаны ақ көпіршік болғанша 5 минуттай миксерлейміз. Егерде біздің жұмыртқамыз дайын болса, төңкерген кезде ақпауы керек. Ал енді жұмыртқаның сарысына көшеміз. Сарысын бөлек ыдыста жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Және қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Ал енді ұнымызды алдын ала електен өткізіп алдым. Оған 1 шай қасық қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Сосын ұнымызды аз-аз мөлшерден қосып отырып араластырып аламыз. Міне ұнымыздың барлығын қостым. Енді ең соңында басында бөлек дайындап алған жұмыртқаның ағын қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Осындай консистенция болып шықты. Енді қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Табамыз құрғақ болу керек. Ешқандай да май құймаймыз. Міндетті түрде табаны бірінші қыздырып аламыз. Сосын жайлап қамырымызды құйып пісіре береміз. Осылайша панкейктің екі жағында 2-3 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Міне панкейк дайын. Мен балмен, қаймақпен және малинамен безендірдім. Өзіңіздің қолыңызда бар кез келген затпен безендіруге болады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Панкейктің ортасын көрсетейін сіздерге. Міне өте жұмсақ, піскен, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.